Сұрақ: Құдай қашан пайда болды? Жауап: бірінші тармақ: Құдайдың бастауы соңы жоқ, ол мәңгі және өзіндік бар. Мысырдан шығу 3:14. Құдай Мұсаға: мен менмін деді. Сонан соң, Исраил халқына былай айт: мен бармын, мені сендерге жіберді деді. Екінші тармақ: Құдай бұрын да, қазір де, мәңгі бар. Аян 1:8. Жаратқан ие Құдай былай дейді: мен әлифа және омега, мен бар болған, бар және келетін құдіретті. Аян 4:8. Төрт тіршілік иесінің әрқайсысында 6 қанат бар еді, олардың іші сырты көздермен толған. Олар күндіз түні тоқтамастан қасиетті, қасиетті, қасиетті. Жаратқан ие құдіретті Құдай, ол бұрында болған, қазірде бар, болашақта да болады, деп мадақтады. Үшінші тармақ: Құдай өзгермейді, ол мәңгілік. Еврейлерге 1:12. Сен оларды жамылғыдай орап, өзгертесің, бірақ өзгермейтін сенсің, сенің жылдарыңның шегі жоқ. Еврейлерге 13:8. Иса Мәсіх кешеде, бүгінде, мәңгілікте өзгермейді. Төртінші тармақ: Құдай бұзылмайтын және жалғыз өлмейтін Тәңір. 1 Тимотейге 6:16-17. Ол, жалғыз өлмейтін, жарықта өмір сүретін, ешбір адам көрмеген әрі көре алмайтын Құдай, оған құрмет пен мәңгілік күш тән. Аумин. Бұл дүниеде бай адамдарға тәкаппар болмауды, байлыққа сенбеуді, керісінше, бізге молынан бәрін беретін Құдайға үміт арту керек екенін айт. Бесінші тармақ: Құдай мәңгілік әке деп те аталады. Ишая 9:6. Бізге бір нәресте туылды, бізге бір ұл берілді, билік оның иығында болады. Оның есімі ғажайып кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштық төресі деп аталады. Алтыншы тармақ: Құдай тірі Құдай деп те аталады. Заңды қайталау 33:27. Мәңгілік Құдай сенің паналауың, мәңгілік қолдары сені қолдайды. Ол жауларыңды сенің алдыңнан қуып шығып, оларды жой, деп бұйырады. Еврейлерге 10:31. Тірі Құдайдың қолына түсу өте қорқынышты. Жетінші тармақ: Құдай мәңгіліктен мәңгіге дейін бар. Забур 92. Таулар пайда болмай тұрып, жер мен әлем жаратылмай тұрып, мәңгілікке дейін сен Құдайсың.